Қоғамсыз адам жоқ, адамсыз қоғам жоқ. Жеке адам қоғамға ұжым арқылы енеді. Менің қоғамдағы қазіргі қызметім жас ұрпаққа білім беру жолы. Қоғам дамуындағы оқытушы мамандығы маңызды рөл атқарады. Олай болса, қоғам менен басталады. Мен Абдрахман Әсем Әбенқызы, Көксу ауыл шаруашылық колледжінің информатика пәнінің оқытушысымын. Өз еңбек жолымды 2012 жылдан бері осы аталған колледж қабырғасында атқарып келемін. 21 ғасыр ақпараттық қоғам дәуірі. Осыған орай қазіргі заманға сәйкес компьютерлік технологияларды меңгеру кез келген болашақ маман иесінен талап етіледі. Колледжде дайындалатын мамандықтардың барлығына информатика пәні оқытылуына байланысты менің қоғамдағы кәсіби қызметімнің маңызы зор деп білемін. Мұғалім әрдайым ізденісте болса ғана шәкірт жанына нұр құя алады деп Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, ұстаздықты ту еткен қоғамның бір мүшесі ретінде өз білімімді шыңдау үшін педагогикалық оқулар, облыстық семинар, конференциялар мен біліктілік арттыру курстарына қатысамын. Қазіргі қоғам өмірі ертеңгі болашақтың тағдыры десек, онда қоғамда орын алған әрбір ізгілік те, келеңсіздік те болашаққа үлгі болмақ. Ендеше келешектегі қоғамның дұрыс қалыптасуы үшін мен де қоғамдық іс-шараларға белсене қатысу арқылы өз білім алушыларыма үлгі болуға тырысамын. Осы мақсатта ауылымыздың көркейту көгалдандыру жұмыстарына, ауылдың гүлденуіне үлес қостық. Қарттар күніне орай Текелі қаласындағы қарттар үйінде қайырымдылық концертін өткіздік. Жүрегім толы мейірім акциясы аясында ауылымыздағы жалғызбасты қарттарға көмек көрсеттік. Оқуға құштар колледж жобасы аясында бізді кітап табыстырады, фото конкурсы және түрлі челлендждер өткізіледі. Менің тобымның білім алушылары колледж қабырғасында облыстық деңгейде өтетін түрлі спорттық және қоғамдық іс-шараларға, дөңгелек үстелдер мен кездесулерге белсене қатысады. Ғұмырын ұстаздыққа арнаған ардагер ұстаздарымызды да назардан тыс қалдырмаймыз. Қоғамға белсенді қызмет – ол біздің міндет. Қорытып айтар болсам, болашақ қоғамның мінсіз болып қалыптасуында қазіргі қоғамның тигізер ықпалы өте зор. Тарихтан татулық пен бірлікті көріп, өнеге алған болсақ, келешек ұрпаққа да дәл солай үлгі болуымыз керек. Абай атамыз «Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос» деп айтып кеткендей, қазақ халқы әрдайым ынтымақтастықта, бірлікте болуға тиіс. Сонда ғана келешек қоғам жарқын болмақ.